Сарыағаш ауданындағы Жібек Жолы ауыл округі еліміздің оңтүстік қақпасында орналасқан іргелі елді мекендердің бірі. Халқы 24 мыңға жуық округтың негізі күнкөріс көзі егін шаруашылығы мен кәсіпкерлік. Соңғы жылдары бұл салалар қарқынды дамып келеді. Ауылдың әлеуметтік экономикалық әлеуеті артып, инфрақұрылым жүйелі түрде жаңартылуда. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Жібек Жолы ауыл округі 2025 жылы үздік ауыл атанды. Сонымен қатар округ бюджеті 125 миллион теңгеге артығымен орындалған. Бұл туралы ауыл округтың әкімі айтып берді. Былтырғы жылы бізде енді үлкен жобалар іске асты. Бұл енді республикалық деңгейде айтатын болсақ, республикалық бюджеттен қаржы бөлінді. Бұл ауыз су мәселесі бізде өте күрделі болған. Өйткені бұл жерде біздің ауылда, біздің өңірде 7 елді мекен бар жалпы. 7 елді мекенде ұңғыма қазуға рұқсат жоқ. Өйткені жер астында бізде газ қоймасы бар. Сондықтан тек ашық көзінен пайдалануға тура келді. Жалпы біз осы кешегі күнге дейін 25 жылға дейін бізде ауыз сумен қамту көрсеткіші бар жоқ 29% ғана болған. Ол екі елді мекен, Дихан Баба, Жаңа Тұрмыс елді мекендері. Дихан Бабаға 11 жылы су кірген, Жаңа Тұрмысқа 23 жылы пайдалануға берілгенбіз. Басқа 5 елді мекенде болған жоқ. Бұл енді халықтың 71%. Былтыр қаржы бөлінді, алды 24 жылы, бұл енді өтпелі болды 25-ке. 4,2 миллиардтан асып қаржы бөлінді. Осы 5 елді мекенге былтыр ауыз су жүйесі тартылды. Сейтжаппаров Асқарбек Әлібекұлы Жібек Жолы ауыл округінің әкімі. Оның басшылығымен ауылда бірқатар ауқымды жобалар жүзеге асырылып келеді. Атап айтқанда 2025 жылы ауыз су мәселесі толық шешімін тапты. Бұған дейін 5 елді мекенде ауыз су мәселесі өзекті болса, бүгінде жалпы 7 елді мекен толық қамтылған. Бұл бағытта 4,2 миллиард теңге қаржыға ауыз су жобалары іске асырылды. Сонымен қатар елді мекен ішінде жолдардың сапасы да жақсарып келеді. Алдағы уақытта 4 елді мекенде 8 көшеге асфальт төсеу жоспарланған. Жол қазіргі таңда 90%-дамыз. Біз округ бойынша. Бұл үлкен жақсы көрсеткіш. Жарамдылық жағынан асфальттанған 90%. Былтырғы жылдың өзінде 6 көше осы Жібек Жолы орталықта асфальттанды. Биылғы жылы 8 көшеге біз жоспарлап отырмыз. Қаржы бөлінді. Қазір мемлекет сатып алуда жатыр. Бұл енді жол бөлімі тарапынан. Ертең Құдай қаласа осы май айында шықса, мамыр айында біздің осы 8 көшеміз асфальттанатын болады. Бұл енді 4 елді мекенде. Бұл дегеніміз, сонда біздің жолымыздың деңгейі 97-96%-ға барамыз деп отырмыз. Газ, табиғи газ 100% бізде, электрлендіру 100%. Одан басқа өзіміздің атқаратын жаңағы абаттандыру болады, басқа да жұмыстарға өзі әр елді мекенге жылда бір жобалар жасалынып жатыр. Биылғы жылы Дихан Баба елді мекеніне кіші спорт алаңы, жаңағы воркаутыменен, мына Жібек Жолы ауылына үлкен балалар ойын алаңшасыменен, одан бөлек ескірген спорт алаңдарына жөндеуге, ремонттауға қаржы беріп жатыр. Олардың бәрі мемлекет сатып алуда. Ауыл округі табиғи газбен 100% қамтылған. Абаттандыру жұмыстары да қарқынды жүргізілуде. Балалар ойын алаңшалары мен спорт алаңдары салынып, елді мекеннің келбеті күннен күнге көркейіп келеді. Мына стадион жақсы, балдарға жайлы ойнайды келіп. Бұған дейін мұндай жоқ еді ғой? Ондай жоқ еді. Телефон шыққалағаннан көрі осы жақсы, футбол ойнайды ары бері. Мыналар жас балдарға мына аңсап қойды, мына несі бар. Ауыл халқы да кешке кеп тұрасыздар? Кеп тұрады, үлкендер келіп. Футбол ойнап тұрады. Балалар ойнап жатыр, қуаныштысыздар. Қуаныштымын. Кімдерге алғыс білдіресіз? Кімдерге алғыс айтасыздар енді? Осы әкімшіліктерге, осы ауылдың әкімшілік нелеріне алғыс айтамыз. Олдархан Олиханқызы, Есболат Тұрмаханов, Сақ ақпараты.